Сәлем барлығына. Сәлем, сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы, өзің қалай? Жақсы. Менің даусым нормально естіліп тұр ғой, қатты шумный емес па? Иә, нормально естіліп тұр. Кішкене жиналсын ба, кісілер күтейік па? Неде қазір сағат неше? Бізде қазір сағат 6. Бүгін жаңа заң шығып жатыр. Суббота және воскресенье күндері шығуға болмайды көшеге, және барлық кафелер жабық болады деп өйткені қайтадан көбейіп жатыр коронавирус. Яғни 8-ге шейін ашық бүгін. Сендерде қанша сағат? 6 сағат Бізде 12 түнгі. Ресімделік шығарымды деймін жаса. Менің режим ауысып кеткен ғой, режим сабай ғой. Түсінікті. Я қазір не кезінде, карантин кезінде көпшіліктің режимі солай ауысып кеткен сияқты. Иә, онлайн болғаннан кейін сабақ. Иә. Қазір Измирдесің ба? Аха, Измирдемін. Қазір Измирдемін. Стамбулда және Бурсаға барып келгем, кішкене өкініп қалдым. Неге Стамбулға көшіп келдім екен деп, өйткені Стамбул кішкене. Осыған дейін барған кезінде мені тек қыдыруға болатын қала, өмір сүретін емес деп ойлағам. Сосын бұл жолы өмір сүруге де болатын қала екен. Өйткені ұзақ уақыт көргеннен кейін ба мүмкін. Бұл қайдан шығып жатыр? Бекашу менен шығып жатыр, өйткені мен бір кафетерияда отырсам, жанымда кіріп білесің ғой шумный. Бізден басқалардың барлығы шулы сияқты ғой. Кореяда да сондай ғой. Бір жаққа отырсаң, кафеде немесе тамақ ішетін жерде қатты шулы сөйлеседі да бір-бірімен. Шу болып естілмей жатыр. Қазір мен наушникті қосып көрейін оны. Енді қалай? Бәрібір шу сияқты. Қазір даусың более жақсырақ естілді. Микрофоны бөлек болғаннан кейін. Бірінші Кореядан бастайық, я? Корея туралы білейік, Кореяның оқуы туралы білейік, я? Сіздер, көрермендер, сұрақтарыңызды соңына сақтап отырсаңыздар, біз алдымен өзіміздің ойларымызды айтып өтеміз, бір-бірімізден сұрап. Соның ішінде айтылмай қалған дүние болса, сосын сұраса, өте жақсы болар еді біз үшін. Ника, жалпы, сенің қанша жыл болды Кореяда жүргеніңе, қалай оқуға түстің, сол жайында айтып өтсең? Мен негізінен мектепті 2016 жылы бітірдім. Одан кейін Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне 2 шетел тілі, ағылшын, корей тілдері мамандығы бойынша оқуға түстім грантқа. Одан кейін әртүрлі шетелдегі мүмкіндіктерді көрдім. Одан кейін менде ой болды, Қазақстанда қалмау керек, шетелге міндетті түрде оқу керек, чтобы менің көзқарасым, жалпы кругозорым кеңею үшін, және менің ойымда сондай болатын, кішкентай кезімде міндетті түрде шетелге барып оқимын деген. Бірақ ойлайтынмын ол кезде көбінесе Америка, Европа жақ дұрыс шығар деп. Одан кейін жаймен әртүрлі программалар болды шетелге, соның ішінен менің отбасыма ұнаған және маған да кішкене ұнаған және мерзімі кішкене көбірек Кореяға жолдама болды. 2 қос диплом бағдарламасы.
негізінен бір жыл ғана оқуға да болады, немесе 3 жыл оқуға болады. Бір жыл тілдік курс, бір жыл тілдік курсты бітіріп, қайтып келуге де болады Қазақстанға, немесе тағы жалғастырамын десең, 2 жыл екінші бакалавр оқуға да болады. Мен негізі 1 жылға ғана келем деп ойлағанмын. Содан кейін бітіруіме 2 ай қалған кезде ойланып, тағы да 2 жылға қалайын деп шештім. Мен Кореяға 2019 жылдың наурыз айында келдім. Ол кезде 3-ші курста оқып жаттым Қазақстанда. Қазақстанда оқуым онлайн болды. Және барлық экзамендерін солай онлайн тапсырдым. Және Кореядағы 1 жылымды тілдік курспен оқып, содан кейін 2 жыл басқа мамандық бойынша қазір білім алып жатырмын. Қазіргі мамандығым ағылшынша Korean English Cultural Content, яғни жалпы Корей ағылшын мәдени контенті, яғни бұрынғы мамандығыммен мен мұғалім, жалпы аударма саласымен жұмыс істей алатын болсам, қазіргі мамандығыммен медиа жаққа қарай жақын. Медиа жалпы контент, мысалы SMM сол жақтарға да кішкене жақын. Негізі грант болып есептеледі ма сен оқып жатқан бағдарлама, және қалай аталады? Әлде ол университеттің жеке бөлген белгілі бір гранттары ма шетелдіктер үшін? Бұл бағдарлама Қорқыт Ата атындағы университетпен, осы мен оқып жатқан Каннам университетінің арасындағы келісімшарт бойынша жасалған қос диплом деген бағдарлама, dual degree деп аталады ағылшынша. Бұл жақта негізінен стипендия берілмейді, бірақ оқуың, жатақханаң барлығы тегін. Қалған, мысалы, перелет, тамақ, жалпы өзің жүріп тұруың, қыдыруың, барлығын өзің көтересің. Жатақхана беріледі, бірақ? Иә. Түсінікті. Жаңа 2 диплом дегенде, сонда 1 диплом сен Қорқыт Атадан аласың, 2-ші дипломды Кореядан аласың, иә? Иә, мен Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін осы жылы жазда бітірдім. Енді диплом Қазақстанда. Қазір. Рахмет. Одан кейін не сұрайын деп тұрдым? Кореяға бармастан бұрын аздап болсын корей тілін білетін бе едің? Негізінен университетте 1-ші курстан басталды. Ол кезде мен біздің университетте жалпы Корей, Қытай, араб тілдері болды. И Қытай тілі мен араб тіліне менің мүлдем қызығушылығым болған жоқ. Ішінен осы 3 тілдің ішінен более-менее деп таңдағаным Корей тілі болды. Және именно осы Корей тілінен мұғалімдер шетелден келіп сабақ беретін, кәдімгі кәріс мұғалімдер. Және ол кісілер ағылшынша ғана және кәрісше ғана білетін болғандықтан, ағылшын жақсы білетін студенттерді сол Корей тіліне жіберетін. Себебі олар орысша, қазақша түсінбейді, және барлық ережелерді, грамматиканы ағылшын тілінде өтеді. Содан кейін сол тілді таңдадым, және менің қызығушылығым кішкене басында болды. Одан кейін 2-ші, 3-ші курста менің қызығушылығым болған жоқ, бірақ Кореяға келгеннен кейін тіл білмеу өте қиын екенін, өйткені ағылшынша көп адамдар түсіне бермейді, сондықтан да бүкіл уақытымды hard working болды деп айтсам болады. Барлық бүкіл уақытымды осы корей тіліне үйренуге бөлдім. Өйткені бұл жақта енді native speakerлар болғаннан кейін жаныңда тез үйренуге мүмкіндік болады. Өзің де білетін шығарсың. Әрине, айырмашылық екен. Дегенмен қанша уақытта үйрендің корей тілін? Мен басында келген кезде шынымды айтайын 1-ші деңгейге жетпейтін. Жалпы корей тілінде 6 деңгей болса, менікі 1-ші деңгейге жетпейтін. Содан кейін мен 1 жылдың ішінде 4-ші деңгейге жеткіздім. Енді жақында осы өткен аптада арнайы экзамен тапсырдым, корей тілінің деңгейін анықтайтын. Сол кезде көреміз нешінші деңгей алғанымызды. Сәттілік. Тағы қазір жалпы, сонда сен 1 жыл оқыдың ғой да корей тілін. Одан кейін барып мамандық бойынша арнайы оқуға. Сосын сұрайын дегенім, қазір пандемия дөнемінде қалай кезеңінде, яғни қалай болып жатыр оқулар? Онлайн ба, және сендерде
дұрын жағдай қалай, ситуация, мысалы үшін бізде жаңа айтып жатырмын ғой, 8-ге дейін ғана жұмыс істейді деген сияқты, сондай белгілі бір шаралар бар ма? Негізінен Кореяда жалпы басынан мысалы ақпан айынан басталды ғой, жалпы пандемияның ең қатты өршіген кезі, сол кезден бастап ондай біздікіндей арнайы карантин деген нәрсе болған жоқ. Оларда просто халық өздері самоизоляция жасап, артық көп жерлерге бармай, барлық жерде маска киіп жүргеннің арқасында халықтың жалпы мемлекеттің айтқанына бойұсынып, тыңдап, содан кейін самоизоляция шараларын қатаң сақтағанның әсерінен қазір азайып жатыр, бірақ арнайы кейбір сектаның адамдарының жиналуына байланысты қатты өршіп кеткен кездері болды, бірақ Корея дер кезінде сақтық шараларын жасап, өзінің халқының арасында жаңағы вирустың таралуына жаңағыдай мүмкіндік берген жоқ. Және де бұл жақта кез келген жерге кірген кезде QR код жалпы сенің бүкіл данныйыңды алады, және міндетті түрде температураңды өлшеп деген сияқты. Өйткені сол зданияда мысалы бір адамнан шыққан болса, сол адаммен контактіде болған барлық адамды бірден табу үшін сондай шаралар жасап қойған. Және қоғамдық жерлерде мүлдем маскасы жүруге болмайды. Және жалпы адамдарды көрсең көшеде, даже машинаның ішіндегі адамдардың өздері өзінің машинасы болса да маскамен жүреді. Мен көрдім, что біздің Қазақстанда жалпы супермаркетте болсын, сыртта болсын, торговый центр болсын, көбісі маскасы жүр, и одан кейін уже маған біртүрлі көрінеді, неге маскасы жүр деген сияқты. Өйткені мына жақта мүлдем маскасы жүрмейміз, сол үшін. Ал оқуға қалай әсер онлайн болып жатыр ма? Оқуларың онлайн болғанмен офлайн болғанның қандай айырмашылығы бар екен? Қиындық туғызуда ма? Менде жалпы бұл алғашқы семестр мартта басталды ғой, содан бері менде онлайн болды да, уже осы екінші семестр онлайн болып жатыр, енді бір айдан кейін бітеді. Бірақ қазір кейбір универлер офлайн режимге көшкен. Универге барып сабақ өтеді, міндетті түрде маскамен, бірақ именно менің университетім қазір онлайн болып жатыр. Және тек осы сентябрь айында қатты өршіп кетті вирус осы Кореяда, сол үшін кешкі 9-ға дейін барлық жаңағыдай тамақ ішетін жерлер, ойын-сауық орталықтары барлығы тек қана сағат кешкі 9-ға дейін ғана ашық болу керек, одан кейін жабылу керек деген сияқты. Және одан кейін қатаң тексеріс болып, сондай карантиннің несі жарияланды. Және мысалы арнайы брендтер болады ғой, мысалы Starbucks, жалпы кофе болсын, тамақ ішетін жерлер болсын, сондай жерлердің барлығы кешкі 8-9-ға дейін ғана жұмыс жасай алатын болып. Және барып ол жерлерде отыруға болады ма, әлде с собой алып кету керек пе? Тейк-аут, тек қана тейк-аут алып кете аласың. Түсінікті. Тағы не сұрайын деп отырдым. Жүйесінде, білім жүйесінде Қазақстанмен салыстырмалы түрде қандай айырмашылықтар, өзгешеліктер, нелер бар? Айырмашылық өте үлкен. Енді мен Қазақстанда да, Кореяда да оқығаннан кейін екі жақта қандай айырмашылық, қандай ұқсастықтар бар екенін енді осы уақытқа дейін көріп келе жатырмын. Бұл жақта группамен оқу деген ұғым жоқ. Әркім индивидуально оқиды, өзіңе керекті сабақтарда индивидуально таңдайсың өзіңе, және бір қызығы әр сабақта әртүрлі адамдармен, әртүрлі жастағы, әртүрлі курстағы адамдармен оқисың. Мысалы, менің бір сабағымды, мысалы, мен тек қана кәрістермен оқып қалуым мүмкін, оның ішінде 4-ші курста болады, 3-ші курста болады деген сияқты. Ал кейбір сабақтарда мысалы тек қана шетелдіктер болуы мүмкін деген сияқты. Және бұл жақта сен шетелдіксің ғой деген сияқты жеңілдік көбінесе жасалмайды. Сен мысалы тек кәрістермен оқисың ба, сен сол кәрістермен бірдей деңгейде оқуың керек. Хотя олардың корей тілі өздерінің туған тілдері, ал менің өзі 4-ші тілім, 4-ші үйреніп жатқан тілім. Оларға бұл маңызды емес. Оларға тек қана сенің сол сабақта оқығаның маңызды.
кредиттік жүйемен оқытылады ма? Иә. Бір семестрде максимально 20 кредит болу керек. Шамамен 7 сабақтай болады. Мен осы семестрде кішкене онлайн кезде көбірек сабақ оқып алайын, содан кейін офлайн кезде өзіме жеңіл болады деп ойлап. Максимально сол 20 кредит па 20 кредит алып, енді алдында экзаменнің кезінде қатты қиын болды бірақ. Исказып керек екен. Мысалы, сабақтарыңның аттарын айтып өтші, қандай сабақтар өтесің? Менікі енді қазір тілге және медиаға байланысты болғаннан кейін. Менде мысалы Korean writing, жалпы корей тілінде жазу, мысалы профессорға қалай хат жазуға болады, жалпы жазудың түрлері, соған байланысты менде 2 сабақ бар. Және тағы медиаға байланысты бір сабақ бар менде, жалпы фильм көріп, әр аптада әртүрлі жанрды өтесің, сол фильмге байланысты, сол жанрға байланысты фильмді өтесің, және соған ревью жазасың, өзіңнің пікіріңді, және саған сұрақтар береді. Ол кейіпкер неге ол үшін жасады? Бұл жерде сенің не айтқысы келіп тұр, негізгі ойы қандай деген сондай анализ жасау керексің. Осындай сияқты көптеген тапсырмалар береді. Жалпылама түрде айтқанда, Кореяның мәдениетімен, медиасымен танысу болып тұр ғой, иә? Корея және Америка, Англия, сол да кіреді. Түсінікті. Менің сұрақтарым бітті. Енді Турция туралы. Жалпы қалай түстің, жалпы неге Турция, сол туралы айтып. Мен негізі Еуразия ұлттық университетінде бірінші бакалаврды оқыдым. 2014 жылы мектеп бітіргеннен кейін журналистика мамандығы бойынша Еуразия ұлттық университетінде оқыдым бакалаврды. Одан кейін 2018-де бітіретін жылымда шетелге түскім келді. Бірақ мен өзің айтпақшы жаңа тіл үйрену керек, ортаны өзгерту керек, шетел көру керек деген сияқты мақсаттар бұрыннан болды да, ағылшын тілін үйренуге тырыстым. Яғни екінші курсымнан бастап бір өздігімнен болсын, курстарға қатысып болсын, әйтеуір курс ұнамайтын маған. Сосын барып үйреніп жүрдім, бірақ бір нәтиже болмады. IELTS-қа кірем дедім, өзіме сенбедім. Сосын мен мәдениеті жақын, бір түсуге қиындық туғызбайтын, тіл үйренуде, мысалы, ағылшынды қанша жыл болып үйрене алмадым. Бір тез үйреніп кететін тіл болса деген сияқты сондай бір ой болды. Сосын Түркия бұршылар деген бағдарламаны сыныптасым арқылы естідім. Сол бағдарламаны қарап көрген едім, және өзім сияқты іздеп жүрген адамдарға мысалы үшін толығымен қамтамасыз ететін, жатақханамен де, стипендиямен де, оқумен де қамтамасыз ететін толығымен бірден бір программа болды. Сол себептен мен оған баш ұрып қазір. Менің көп сөзім түрікшеге кетіп қала береді, өйткені түрік тілі ұқсас қой қазақ тіліне. Көп сөз бір қазақ тілінде бар сияқты болып көрінеді, негізі ол түрікше. Заявка жіберіп көрдім. Сосын ол 2 кезеңнен тұратын еді бұл бағдарлама. Біріншісі онлайн түрде, яғни документтерді жібересің, соған қарай таңдайды. Егер бірінші кезеңнен өтетін болса, екінші кезеңде 100-100 сұхбат түрінде өтеді. Яғни сен жүктелген документтерге сай адамсың ба, расымен де жібергенде сенім туғызатын, сол сенімді үмітті ақтай алатын адамсың ба деген сияқты. Екінші кезеңнен гөрі бірінші кезең маңызды болып табылады. Яғни бірінші кезеңнен өтсең, екінші кезеңде тек қана сен сол документке сайсың ба деген сияқты өзіңнің ұстауыңа байланысты өтіп кету оңай болады. Содан сол бағдарлама арқылы 2018 жылы бұйырып, осы Түркияға келдім, магистратураға. Анкара қаласында, яғни астанасы Түркияның Анкара қаласында, Анкара университетінде журналистика саласында тағы да магистратураны бастадым. Қазіргі таңда мен әсіресе айтқым келгені, мен түрік тілін мүлде білмей келдім. Тағы да өзің айтпақшы ортасында үйрену басқаша. Мен тіпті бірінші деңгей түгіл еш нәрсе білмейтін, мүлде еш нәрсе білмейтін. Тек қана кішкентай кезімізде көруші едік қой бір сериалдарды. Содан озвучкадан ар жағынан естіліп қалған günaydın деген сөздерді, немесе жаңағы teşekkürler деген сөздерді ғана білетінмін. Merhaba деген 3-4 сөзді. Одан басқа еш нәрсе білмейтінмін. Сосын сонымен келдім.
2018-де, одан кейін 1 жыл foundation, яғни тіл оқыдым. Одан кейін 1 жыл магистратура бойынша сабақ алдым. Қазір 3-ші жылым, соңғы жылым диссертация жазумен айналысудамын. 1 жыл береді бізге. Егер де диссертацияны 1 жылдың ішінде жазып үлгермесе, қорғау мүмкіндігі болмаса деген сияқты 1 жыл создыруға мүмкіндігіміз бар. Осындай. Жалпы түрік тілінде неше деңгей бар тіл үйренген кезде? Солай бөліне ма? A1, A2, B1, B, B1, B2, G. 6 деңгей. 6 деңгейге жеткен, бірақ соңғы оқыған кезімізде, біз 1 жыл оқыған кезімізде, 1 жыл деймін ғой, 8 ай оқыдық. Академиялық түрікше деп бөлек G2-ні оқытқан болатын бізге. Жалпы, саған Қазақстаннан Түркияға барған кезде қатты, мысалы, culture shock болады ғой. Қатты таңғалдырған нәрсе, мәдениетінде болсын, адамдардың арасында болсын, қандай нәрсе болды? Мені қатты таңғалдырған нәрсе, бірінші мен минус жағын айтып өтейін, сосын плюс жағын айтам. Қыздардың темекі шегуі болды мен үшін. Хиджабтағы қыздардың темекі шегуі, үлкен апалардың, прям бірінші көрген кезінде мен үлкен апалардың хиджаб жамылып отырып темекі шеккені маған өте оғаш көрінді. Ал плюс жағынан айтатын болсақ, олардың кез келген адаммен сөйлесіп кетіп, кез келген адаммен танымайтын адам болса да жол көрсетіп, қасында сол жерге шейін апарып тастап, жанында сөйтіп жүрулері, бір сондай жылы қарым-қатынастары, соны айта аламыз. Одан кейін мен үнемі айтам осыны. Мысалы, бір кісі жұмыс істеп жатса, танымайтын бір кісі жұмыс істеп жатса, мысалы, есіктің алдын сыпыратын кісі дейік. Сол сыпырып жатса, қолай келсін деп айтамыз. Яғни сізге оңай болсын. Там қазақшаға аударған кезде оңай болсын деп аударады. Бірақ несі мағынасы сәттілік деген сияқты да. Міндетті түрде солай айтып өту керексің. Ол да рахмет деп, бір сені бұрыннан танитын адам сияқты бір-бірімен солай сөйлесіп кетесің. Сол жағынан әдемі қарым-қатынас орнатуларын айтсын. Мысалы, сен Қазақстанда оқыдың ғой журналистиканы, содан кейін Түркияда оқыдың, иә? Осы екі елдің арасындағы айырмашылық қандай болды? Мен негізі Қазақстанда біз көбінесе әлі де КСРО-ның жүйесімен оқимыз. Сол кезден қалған кітаптармен оқимыз. Сол кездің зерттеген зерттеулері бойынша оқимыз. Яғни теориялық білімді көп алдық. Әрине жыл сайын бізді практикаға жіберетін, ол практикада үйреніп өзімізге байланысты еді. Ал бұл жаққа келгенде, мысалы магистратура дегенде, маған айтқан, мен негізі практикалық тұрғыдан үйренуге келгем журналистиканы. Сонда солай айтқанымда мұғаліміме Түркияда күледі маған. Мадина дейді, магистратурада ешкім практиканы үйретпейді. Магистратура деген сөз, яғни сен ғылым жолын таңдадың деген сөз. Сені біз журналистіміз ғалым тәрбиелеуге тырысамыз. Бұл деген сөз, яғни сен егер сен практиканы үйренгің келсе, бакалаврға бару керек едің деген сияқты айтады. Және біз Қазақстанда да журналистиканы әлеуметтік ғылымдар ретінде қарастырамыз. Дегенмен әлеуметтік ғылымдар ретінде қарастырғанмен оған беретін сабақтары сәйкес келмейді. Мысалы, әлеуметтануға басымдық берілмейді бізде. Ал Түркияда болса, әлеуметтік ғылымдар ретінде қарастырып, біріншіден, екіншіден қоғамдағы проблеманы шешетін мамандық ретінде қарастырады. Үшіншіден, сол үшін жұмыс істейді. Мысалы үшін мен Қазақстанда әлеуметтанудан тек социология деген сабақты алдым, онда да ол 1 семестр. Ал қазір Түркияда біздің алған сабағымыздың барлығы дерлік, бір 70% әлеуметтанумен тікелей байланысты. Сол жағынан алып қарағанда айырмашылықтар, өзгешеліктер бар. Және мен Түркияға келгелі үйренген нәрсе мынау болды. Біздер Қазақстанда мұғалімдер үшін оқитынбыз. Мұғалімдер біздің өзімізден қалмайтын. Ой, бұл сабақтан құлақ қаласың. Міндетті түрде оқы, неге оқымай келдің, прям ұрсып, неге оқымай келдің, неге үй жұмысын орындамағансың деген сияқты. Тағы да сол советтік жүйемен. Ал бұнда келгенде бір-ақ рет бағаланамын. Тек 1 семестрде бір-ақ рет емтиханның соңында баға қояды. Оған дейін сен туралы мұғалім не ойлайды, қандай баға қоюы мүмкін, сен туралы сабақ айтқанда сені қалай бағалады, мүлде білмейсің, тек жүре бересің болды. Кореяда да сондай.
солай ма? иә. Сол үшін сен өзің үшін оқу деген дүние туындайды да, қызық саған. Қызық, соңына үшін жұмбақ болады мұғалім саған қарым-қатынасы. Және түрік мұғалімдерінде мынандай бар, сенің жүзіңе күліп қарап, прямо араласып жүрген сияқты, бүкіл нәрсемен сөйлесіп жүрген сияқты болады. Бірақ неге келгенде, емтиханға келгенде төмен баға қойып қоюы мүмкін. Яғни біздің қарым-қатынасымыз бен бағамыздың мүлде бір-біріне несі жоқ деген сияқты, қарым-қатынасы жоқ деген сияқты. иә. Солай айтады. Сондай өзгешеліктер бар, және осы жаққа келгелі өзім үшін өзім оқуды түсіндім. Топпен оқиды ма или индивидуально ма сендерде? Бізде топпен оқимыз, бірақ жаңағы өзің айтқан сияқты әртүрлі жастағы, әртүрлі мамандықтағы болуы мүмкін. Сабақтарда, мысалы, бір топпен, бүкіл сабақты бір топпен алмаймыз. Әр сабақта әртүрлі группаластарым бар, мысалы үшін деген сияқты ғой. Біреуі докторант, біреуі магистрант. Және барлығы дерлік түріктер, екі ғана шетелдік болдық, бірісі мен, бірісі Қытайдан келген қыз болды. Және сен айтпақшы, мүлде шетелдік ретінде қарамайды. Түріктерді қалай бағаласа, бізді де дәл солай бағалайды, бізге де дәл сондай тапсырма береді, соған көре бағалайды. Сабақты өзің таңдайсың, иә, бірақ? Аха, сабақты өзім таңдаймын. Бірақ семестрда, әр семестр полностью, мысалы, бір жылда менде сабақтардың ішінде 2 міндетті сабақ болды. Қалғандарын өзіміз таңдайтынбыз. Жаңа айттың ғой, бізде мұғалімдер үшін оқимыз, ал шетелде уже өзің үшін оқисың деп. Негізінен Кореяда жалпы спорт деген нәрсені негізінен мүлдем қолдануға болмайды. Себебі сен группаласың кәріс болса, ол сені кез келген уақытта, мысалы, нағыз спорт пайдаланып отыр деп сені шығарта салуы мүмкін. Бірақ сенің, мысалы, өмірде сенімен жақсы араласып, сенімен жақын дос болып сөйлесуі мүмкін да, ал сабаққа келген кезде саған отношениясы уже басқаша болады да, сені сатып бере салуы мүмкін. Бірақ ол сенің достығыңа әсер етпеу керек деген сияқты. Ал бізде, мысалы, біреу спорт қарап отырса да, көріп отырасың, бірақ біз отношениямыз бұзылмай-ақ қойсын, немесе ой қарай берсін деген сияқты үндемейсің ғой. Немесе өзіміз көмектесіп кетеміз арасында. Иә, өзің де қарап кетесің, өйткені бізде мұғалімдерге де шыны керек, негізінен барлығы емес, бірақ көбінесе бәрібір болады да. Спорт қарап отырса да үндемейтін мұғалімдер болады. Ал мына жақта кәдімгідей қатал өтеді. Содан кейін мен қалай Кореяға келдім, солай спорт, жаңағыдай қолына жазып алу деген сияқты түсінік менде вообще жоқ қазір. Өйткені мен өзім үшін дайындаламын. Барлық нәрсені миыма сақтауға тырысамын. Сол бір жағынан кәдімгідей айырмашылығын содан ақ байқауға болады. Жалпы мен өзім қорқақ адаммын. Именно сол тақырыпқа келген кезде өте қорқақпын. Спорт қолдануға келген кезінде. Әлі есімде, НТ-ға кірген кезімде менде қасымда телефон бар. Қолдана алмаймын. Бәрі еркін қолданып отыр. Сосын жанымдағы бір жігіт отқан қасында, ол өзінің нелерін, жаңағы шпорлар, тест кітапшасын фотоға түсіріп жіберіп жатыр. Мен қорқып тұрмын, қолдана алмаймын да. Оған бірақ ешнәрсе деп жатқан жоқ көрсе де. Сосын мен оған айтамын, маған түсіріп берші деймін. Сосын ол маған бетіме күліп қарайды да, қалай мен саған түсіріп беремін, өзің түсір дейді. Сол күйі мен түсіре алмағанмын. Сол күйі қалған ішімде неге қорықтым деп қазір мен ойлаймын да, бірақ әр нәрсенің өзінің қайыры бар деп айтады ғой, түріктер айтпақшы. И мен даже университетте де солай айтамын, мен мүлде спортсыз кіретінмін, спортқа қарамайтынмын. Ал мына жаққа келгенде ол нормаль нәрсе болды да. Мысалы үшін университетте жаңағы айтқанда НТ-да айналаңдағы қарап отырып, бірақ сен қарамағанда уже өзіңді әлсіз санай бастайсың, өзіңе сенімсіздік туындай бастайды деген сияқты да. Ал мына жаққа келгеннен кейін барлығы дерлік қолданбайды. Серьезно кіреді, нормально, кәдімгі сабаққа кірген сияқты, ешқандай паника жоқ. Сол үшін үйреніп кеткен сияқтымын. Бір әшейін сабаққа кіретін сияқты болып кіреміз бізді. Жалпы Түркиядағы ең қатты өзіңе ұнайтын қала? Мен осы уақытқа шейін Измир деп айтатынмын.
мен Измирге сол үшін көшіп келгенмін. 2019-дың көктемінде ең алғаш рет Измирге қыдырып келгенбіз. Сөйтіп 3 күнде болдық та өте қатты ұнатқанмын. Бірінші бір қызық айтып берейін. Ең бірінші рет Анкараға келгенмін, ең столицасынан. Сөйтіп келдім, айналама қараймын. Мен телевизордан көрген Түркия қайда деймін. Өйткені ол мүлде басқа еді. Анкарада діни және саяси қысым бар. Қазір билікте көбінесе діни адамдар отырғандықтан, біраз Түркия соңғы кездері дінге жақын болып бара жатыр, және оны билікке де араластырып келеді. Сол себептен, ал біз Түркияның сериалдарынан Түркияны олай көрмейміз ғой, діни ретінде көрмейміз көп сериалдарынан. Сосын мен айтам, қайда мен көретін қала деген сияқты. Және Измирге келген кезінде түсіндім. Осы екен, мен телевизордан көріп жүрген қала осы екен, маған қатты ұнады. Сосын осы жылы көшіп келген болатын. Бірақ өздеріңіз білетіндей, жер сілкінді, кішкене стресс болды, соның барлығы. Әлі де Измир дегенмен Стамбулға деген бөлек бір махаббат бар. Не үшін? Өйткені мен үнемі айтам, Түркия бір мемлекет, Стамбул бір бөлек мемлекет сияқты деп. Сол үшін Стамбул мен Измир деп айтар едім. Ал саған қандай қалалар ұнайды Кореяның? Мен негізінен Кореяға келмес бұрын дорамада ондай қатты Кореяның атақты дорамалары бар ғой, сериалдары. Ол қатты жиі көрмейтінмін. Тек андай құрбыларым, мысалы достарым, мына дорама күшті, прям рейтингі күшті, осыны көр, мағынасы жақсы десе, арасында көріп, ал байынша Кореяға келместен бұрын андай Корея туралы іздеп, қандай күшті жерлер бар деген сияқты мүлдем қарамаған екен, мүлдем қызығушылығым болмаған. И менде анандай болды. Сразу барлығын көзіммен көрейін, чтобы потом ожидание реалист болып қалмау үшін деген сияқты. Одан кейін бір жағынан солай болған дұрыс шығар, өйткені мен бірден көзіммен көрдім да Кореяны. Содан кейін Кореяға барғаннан кейін барып біле бастадым, қандай атақты жерлер бар, қай жаққа бару керек. Содан кейін барып уже ізденіп, Корея туралы блогтарды содан кейін бастап қарай бастадым. Оған дейін мүлдем қарамайтынмын. Қазір сен қандай қаласындасың негізі? Менде қазір Сеулге бір жарты сағат 40 минуттық жерде Йонгин деген қала бар. Сол қаладамын. Мысалы автобуспен прямой 30 минутта, 40 минутта баруға болады. Ал негізі екі қаланың жалпы арасы негізінен 20 минут. Бірақ көбінесе мен Сеулдің центрына баратын болғандықтан, көбінесе 40 минут, 30 минут сондай уақыт кетеді автобуспен. Маған сол ең көп ұнайтын Сеул, иә. Бірақ кейбір қалалар бар, мысалы мен жазда барып қайтқан, мысалы Канның, Чунчон деген сияқты қалалар бар. Олар көбінесе, мысалы Сеул заманауи қала деп айтсақ болады, иә. Машина көп, адам көп, әдемі ғимараттар, әдемі жерлер, әдемі кофешоптар, кез келген бұрышы, мысалы, өте бір әдемі. Ал мен барған қалаларда көбінесе табиғаты жағынан әдемі. Мысалы, маған көбінесе табиғат ұнайды ма саған, әлде ғимараттары ма көп? Көбінесе табиғат ұнайды маған. Өзім енді байқап келе жатырмын. Мысалы, су, теңіз, көл деген сияқты нәрселер көбірек ұнайды. Сол үшін қазір енді уақытымның болғанына байланысты басқа қалаларға көбірек саяхат жасауға тырысып жүрмін, Сеулдің орнына. Енді менде мынандай сұрақ туындап тұр. Жалпы Кореяда қазақтар көп пе, жиналып тұрасыңдар ма? Қазақтардың ортасы бір бар ма, бас қосатын деген сияқты? Негізінен жалпы мен соңғы оқыған бойынша, статистика бойынша негізі 40 мыңға жуық қазақ бар, негізі 35-40 мыңға жуық. Оның ішінде 10 мың адам ғана легальны, которые жұмыс жасайтын студенттер, ал қалған уже 30 мыңы нелегально жұмыс жасайтындар. Енді білетін шығарсыздар, Кореяда өте көп қазақтар жұмыс жасап жатыр, заңсыз, как турист ретінде келіп, содан кейін қалып қойған қазақтар өте көп. Енді мен студент болғаннан кейін менің араласатын ортамда студенттер көбінесе. Бізде КСАК деген ұйым бар,
Кореядағы қазақстандық студенттердің ұйымы. Сол ұйым жалпы вирусқа дейін әртүрлі шаралар ұйымдастыратын, жаңа жылда болсын, наурызда және сондай құрылтай ұйымдастыратын қыркүйекте. Солайда Кореяда арнайы бір мейрам бар, біздің Чусок деген мейрам бар. Ол как жаңағыдай жеміс жидектер пісіп, адамдар егін жинап, содан кейін табиғатқа как алғыс айту ретінде бүкіл отбасы жиналып, сондай жақсы тойлайтын, 3-4 күнге демалатын мейрам. Сондай уақыттарда жыл сайын құрылтай ұйымдастыратын. Біз соған көбінесе қазақтармен жиі жиналып тұратынбыз. Жалпы мен Кореяға келгеннен бастап, бірден енді активный болып, барлық шараларға қатысып, біздің елшілік шаралар ұйымдастырса, соларға қатысып, наурыз болса, соларға қатысып, ұйымдастыруға қатысып, сондай сияқты белсенді болып, көптеген өзіме достар таптым. Және тағы да бір ұйым болатын, Каса деген, ол жақта жалпы орталық Азиядан келген студенттерге ұйымдастыратын нәрсе. Әртүрлі наурызды да ұйымдастырады, жаңа жылда мысалы әртүрлі шаралар ұйымдастырады, және өзіміздің тағамдар дайындайды. Енді басқа елдерге қарағанда біз Центральный Азия бізге жақын ғой, мысалы Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан деген сияқты. Және қазір енді пандемияға байланысты онда ешқандай шара болып жатқан жоқ, бірақ бізде PCS деген бір жақында жазда бір организация ашылды. Оны кәріс кісілер ашқан. Кәріс отбасы, әйелі мен күйеуі. Ол кісілер бұрын Қазақстанда 97-99 жылдары Қазақстанда келіп тұрып, корей тілінен сабақ берген екен. Одан кейін олар Түркменстанда тұрған 7 жыл, содан кейін олар уже шетелде қатты қиналған ғой. Содан кейін біздің Центральный Азияның адамдарын, енді қазақтарды білесің ғой, қонақжай, танымайтын адам болса да үйге шақырып, бізге тасып, шай беріп, тем более иностранецтер болса солай жақсы көмектесеміз. Содан кейін ол кісілер жалпы шетелде оқу қиын болғаннан кейін, жалпы бейімделу қиын болғаннан кейін, осындай Центральный Азиядағы студенттерге арнайы ұйым ашады, және қазір Центральный Азия плюс Әзербайжан. Түсінікті. Қазір көбінесе мен сөзімді бөлдім. Бұлай болады, мысалы бізді көрген кезінде Түркияда көзіміз қалай дейді, шекек көзлі деп айтады бізді. Сосын бізді көрген кезде кореялық немесе жапонсың ба, кәріссің ба, бірден айтатын, немесе Қытайсың ба, осы үшеуін айтады. Мысалы, Орта Азиядан ешкімді особо қатты айта бермейді. Ал сендерді көрген кезінде кәрістер тарапынан осындай сұрақтар қойылады ма? Және қай жақтікі деп ойлайды ең алғашқы, сендер айтпастан бұрын мысалы? Мені көбінесе басында кәріс деп ойлайтын. Одан кейін уже сөйлеген кезде қанша жақсы сөйлегенмен, по-любому уже акцентім көрінеді ғой. Содан кейін мен уже айтатын маған, сен шетелдіксің ба, қай жақтан келдің деп. Мен кейде сұрайтынмын, қай жақтан келгенге ұқсаймын деп. Содан кейін айтатын көбінесе Япония деп айтады, немесе Филиппин деп айтады. Көбінесе Қазақстанды білмейді, естіген жерлері бар, бірақ нақты адамдарын кездестірмеген адамдар. Содан кейін уже Қазақстан деген осындай ел деп айтасыз, содан кейін картаны ашып, жері үлкен екен деп. Өйткені картаға қараған кезде Қазақстан прям Евразияның картасын қараған кезде прям үлкен болып тұрады да, Қазақстанның картасы. Ал Корея вообще кішкентай, бір 10 Корея сыйып кететін шығар біздің елімізге. Содан кейін осындай үлкен ба деген сияқты солай таңғалып жатады. Түсінікті. Негізі, яғни басқа қазақтарды әркімді әртүрлі жаққа ұқсатуы мүмкін, дегенмен тек қазақта емес, ешбір жағдайда білмеймін бізді. Бізде қазақтардың нақты түрі жоқ қой, бізде әркім әртүрлі да, біреудің түрі азиат сияқты болып көрінеді, біреудікі как американка сияқты болады, бізде еще адамдардың әртүрлі да, ақ та болады, сары да болады, қара торы адамдар да болады. Мысалы, кейбір адамдарды европейка деп, кейде қазақ екеніне кейбір адамдарды сенбей жатамыз да, өзіміздің арамызда да. Сол үшін
мысалы мынандай жағдай болатын, менің достарымның арасында да қазақтар болғанмен де түріміз әртүрлі. Біреуіміздің мысалы көзіміз үлкен, біреуіміздікі мысалы андай қысық көз болуы мүмкін. Біреуміз сары, Иә, біреу сары, біреудің көзі көк. Содан кейін андай бәріміз бір елден келдік деген кезде таң қалатын, қалай сендер барлықтарың бір елден келдіңдер, сендер әртүрлі көрінесіңдер ғой деп. Сондай қызықтар болады. Ал жалпы түркиялықтар бар ма Кореяда? Сен өзің алдында айтқан болатынсың, екеуміз жеке сөйлескенде түркшеге қызықтым деген сияқты. Негізі айналада түріктер бар ма, таныстарың? Менің универімде қазір бір түрік қызы бар, жақсы араласамыз. Мен оған арасында өзімнің кішкене ғана білем ғой, түрік тілін, как штучный турецкий ма? Сол сөздерімді білетін сөздерімді айтатынмын. Содан кейін таң қалатын. Және тағы бір құрбым болды. Ол қазір пандемияға байланысты Түркияға қайтып кетті, Стамбулда тұрады. Сол қыз біз Сеулде жүрген кезде, қыдырып жүрген кезде танысқанбыз. Содан кейін менің қазір араласатын достарымның ішінде, жаңа айтып кеттім ғой, Әзірбайжан, Түркменстан сияқты, Өзбекстан сондай достарым көп, жақын араласатын. И олар да оқумен келген, иә? Иә, олар да студент, түрік тілін жақсы біледі, өйткені кейбіреулері уже бірінші бакалаврды Турцияда оқыған, және Әзірбайжаннан келген досым, мысалы Әзірбайжан жақын болғаннан кейін олардың тілдері өте ұқсайды түрік тілімен. Содан кейін жақсы біледі олар. Және мысалы менің бір подругам бар, осы жақта оқып жатқан. Ол түрік сериалдарына қатты қызығады. Өзі корей тілін оқып жатса да, үнемі түрік сериалдарын енді бір 3-4 жыл бойы үзбей көріп жүрген шығар, күнде солай үйреніп кеткен түрік тілін. Ешқандай бөлек оқымай, тек қана сериалмен ғана, субтитрмен сериал көріп, солай үйренген. Мысалы, олар кейде өз арасында түрікше сөйлеседі. Солай маған кішкене бір қызығушылығым ашыла бастады түрік тіліне деген. Түсінікті. Бұйырса өмірде кездесіп, Түркияны міндетті түрде бірге аралайтындай, Кореяны бірге аралайтындай мүмкіндіктер туындасын. Басқа тағы қандай сұрақтар бар еді? Сіздер де сұрақ қойсаңыздар болады, біздің бір-бірімізге сұрағымыз кеткен сияқты жай-жайдан. Туындап жатса қоя бастаймыз бір-бірімізге. Иә. Мен ауа райы туралы сұрайын дегенмін. Қазақстанмен айырмашылығы ауа райында қандай? Яғни қазір қалай погодасы? Жалпы Қазақстанда көбінесе бізде климат сухой болады, құрғақ. Мысалы, именно мен Қызылорда, Арал жақта өстім, ол жақта жаңбыр өте сирек жауады, и ыстық, и жел соғып тұрады всегда, құмды жел. Кореяда керісінше ауа райы бізде мысалы 50 градусқа дейін болса да, біз жел соғып тұрғаннан кейін бізге нормально болатын, ол үйреніп кеткеннен кейін. Ал Кореяда мысалы максимально 30 градус ыстық болғанмен ауа райы влажный, ылғал. Теңіздің жанында, жан жағында, мысалы теңіз не қоршалған болғаннан кейін өте қатты ыстық және влажный. Еще осы жазда маскамен жүргеннен кейін қатты қиын болды, прям андай чувство, что парилка, саунада, баняда жүрген сияқты чувство болады да, ауа жоқ прям. Сондай қатты ыстық. Сол ауа райы кішкене маған қатты басында үйренісу кішкене қиындау болды. Және тағы бір ерекшелігі, қар жиі жаумайды бұл жақта. Қазір енді былайынша суықтау, бірақ Қазақстан сияқты қатты суық емес. Және қыста да мысалы кроссовкамен жүре беруге болады, етік киме. Бізде мысалы етік кимесең прям үсіп қаласың ғой. Ника, жатақхана мен универдің арасы жақын ба дейді? Иә, жақын, барлығы бір кампустың ішінде орналасқан. Бірақ Кореяда енді көбінесе университеттер таулар көп болады, былай жоғарыға қарай шығып жүретін. Жалпы жатақханада условия қалай жақсы ма? Бізде 2 жатақхана бар, осы менің университетімде. Біріншісі жаңа, екіншісі кішкене көнелеу, бұрыннан ашылып келе жатқан. Біз негізінен договор бойынша біз негізі көне общагада тұрамыз, бірақ қазір
белгілі бір жағдайларға байланысты осы келесі айда жаңа общагаға, жаңа жатақханаға көшеміз. Негізі бір бөлмеде қанша адам тұрады? Бір бөлмеде қанша адам тұрады дедім? Жаңа жатақханада 2 адам бір бөлмеде. Ал мен қазір тұрып жатқанда негізі 4 адам жату керек, бірақ біз бұрыннан 2 адаммен ғана тұрамыз. Жақсы екен. Сендерде қалай? Түркияда магистратурада ақылы оқу бағасы шамамен қанша болады? Айым, сәлеметсіз бе? Қазір жауап бер жүрейін, Ника. Магистратурада мен грантта оқитындықтан ақылы бөлімдерді білмеймін, бірақ менің жекеме жазсаңыз, сонымен айналысатын таныстарым бар, соған қарай бағыттаймын. Бізде жатақхана, мен 1 жыл жатақханада тұрдым ең алғашқы жылында, бірақ университетіммен арасы 25 километр еді, өте ұзақта еді, өйткені жаңа қалашық бөлек городок ретінде соғылған еді ол жатақхана, яғни солай салынған еді. Бірақ өте қатты ұнайтын. Әрқайсының өзінің жеке аурасы бар, бөлек 4 қыз тұрамыз. Және міндетті түрде бағдарламаның талабы бойынша түріктермен тұрамыз. Тілді тез үйрену мақсатында. Мен бір өзім 3 түрік қызбен бірге тұрдым ең бірінші келген кезімде. Сосын 4 адамға арналған 2 бөлме бар. Арнайы өздерінің, яғни, не деорды? Мен ұмытып қалдым. Уборный, душ, бәрі бөлек еді, әр бөлмеге арнайы өздеріне бөлек-бөлек жағдай жасалған, жылы, ұнайтын. Тек ұзақтығына бола мен общагадан шығып кеттім, ұзақ болған үшін, негізі өте керемет. Кореяда қазақстандық студенттердің тамақ мәселесі қалай, қиын емес пе дейді. Біздің Ника өзбек нелеріне, мейрамханаларына, ресторандарына барады. Басында қатты қиын болды тамақ жағы. Өйткені мен енді менюді дұрыс білмеймін ғой, тамақтарына дұрыс басында келген кезде дайындалып келмеген. Содан кейін бұл жақта енді асхананың 60-70% свинина, шошқа етінен жасалатын болғаннан кейін, басында сол жағынан қиын болды. Мен өзім шошқа етін жемеймін. Содан кейін барлығы прям острый, ащы болатын тамақтары. Басында прям кимчи деген бар ғой, білетін шығарсыздар көбілеріңіз. Жеген кезде прям қатты ащы болып, одан кейін жылы су ішіп, солай прям біраз уақытқа дейін асқазаным ауырып солай жүрді. 1 апта, 2 апта көлемінде. И біз бургер, фастфуд прям, енді бұл жақта кебаб тек турецкий нелерде ғана болмаса, байынша пицца мен бургерді көп жеп, мен басында келген кезде бір 6-7 килограмм қосып алдым өзіме, өйткені фастфуд жей салатынбыз біз. Өйткені басқа мейрамхананы іздеп жүрген кезде уақыт көп кетіп қалады. Тағы да сұрап жатыр, Қорқыт университеті қазір пандемия кезінде қос диплом бойынша жібере ме? Жоқ. Негізі осы жылы тағы қыздар келу керек болған, бірақ оларда жіберген жоқ. Осы мартта келу керек болған. Онлайн болғандықтан жібермеді, бірақ онлайн түрде оқи беретін шығар, Кореямен? Әлде міндетті түрде керек деді? Міндетті түрде виза алу керек негізінен. Өйткені соған байланысты жіберген жоқ. Менің бағдарламамда Түркия бұқыларына осы жылы жеңіп алғандар болған болса стипендияны, олар келместен онлайн түрде Қазақстанда оқып жатыр. Ертең ашылған кезінде, офлайн режимге көшкен кезінде келулеріне болады деген сияқты. Негізінен олай емес пе? Именно Қорқыт университеті ешкімді жіберген жоқ, бірақ басқа университетте онлайн осы қос диплом бағдарламасымен түскен бар. Астанадағы бір экономикалық университеттен бір қыз бар. Солай. Дәл қазір баруға болады ма деп Кореяға? Қазір негізінен осы жақында жаңалық шықты. Бұған дейін негізінен болмайтын, студентский виза берілмейтін, тек қана арнайы медициналық виза алғандарға және сондай белгілі бір визаның ғана түрлері болды. Қазір кішкене уже қазірден бастап виза алуға болады деген заң шықты, белгілі бір виза түрлеріне ғана. Мысалы, оның ішінде оқу визасы бар, бірақ міндетті түрде 14 күн арнайы бір өздерінің бекіткен жерінде $1000, $1500 төлеп, 14 күн карантинда жату керексің міндетті түрде. Түсінікті. Сіз грантта оқисыз ба және қай мамандықта дейді? Кім? Мен? Сіз?
Ник. Мен грантта оқимын. Менің мамандығым Корей ағылшын мәдени контенті. Қос диплом бағдарламасы. Ау? Жоқ, ана кісіге жазып жатырмын, айтып жатырмын, түрікше жазыпты да. Merhabalar, teşekkür ederim, evet. Қос диплом бағдарламасы неде бар? Казгуда бар, Қорқытта бар, и Нархозда бар. Және Астанада бір экономикалық университет бар, аты кішкене ұзақта, ұмытып қалдым, сол университетте бар. Именно менің университетімде. Болса, жазып отырыңыздар. Біздің эфирді бітіруімізге қанша уақыт қалды? 9 минут қалды. Тіл үйрену қиын болды ма деген сұраққа кезекпе-кезек жауап берейік, иә? Мика жауап бере ғой. Тіл үйрену негізінен ол енді тіл оңай тіл, оңай тіл, қиын тіл деген негізінен болмайды, ол адамның өзіне байланысты и сенің ортаңа байланысты. Сен ортаңда барлығы корей тілінде сөйлесе, сен тезірек үйреніп кетуге мүмкіндік болады, чем сен жалғыз өзің үйренгенше. Және тілді ең алдымен бастаған кезде, чем жалғыз өзің оқығаннан көрі, кішкене саған менторство жасайтын бір адамның болғаны дұрыс сияқты, саған жол көрсететін. Қазақстанда үйренгеннен көрі ортасына барып үйренген әлдеқайда ыңғайлырақ және тиімдірек сияқты. Маған келетін болсақ, мен айтқан жоғарыда айтып өткенде, мен негізі мүлде білмей келдім түрік тілін. Білесіздер, түрік тілі қазақ тіліне жақын, сол себептен мен үнемі қазақша сөйлеген кезде кейбір сөздер маған түрік сөздерінің өзі қазақша сияқты болып келеді, өйткені ұқсастық бар. Мен өзім бір жарым 2 айда кәдімгі өзімнің ойымды айта алатындай деңгейде үйрендім деп айта аламын. Оның себебі ортада үйренуінен. Мысалы, нан сұрап жегенде біз түрік тілін қолданатындықтан автоматты түрде ойымызға келетін деңгейде жетті. Және үнемі айтамын, мысалы, достарым бар Қазақстанда үйренген түрік тілін. Олар үнемі отырып сөздік жаттайтын. Мен ешбір жағдайда сөздік жаттаған емеспін. Барлығы автоматты түрде жүзеге асады. Неге? Өйткені күніне 6 сағат бойы мұғаліммен түрік тілін үйренесің. Одан кейін жан-жағына келгеннен кейін айтқанымдай общагада жанымдағы қыздар түріктер, оған түсіндіру үшін тағы түрікше сөйлейсің, магазинге барып бір нәрсе алу үшін тағы түрікше сөйлейсің. Сөйтіп барлығы автоматты түрде жатталатындықтан тез әрі оңай болды деп айта аламын. Еще адам белгілі бір ситуацияға байланысты, мысалы, саған сөйлеу керек, өйткені олар басқа тілді түсінбейді. Сол үшін сен солай қиналған кезде адам өзімен өзі қалай үйреніп кеткенін байқамайды. Мен әлі есімде, ең бірінші келген кезімде қасымда 3 қыз тұр, мен всегда андай енді не істейтін бір бастапқы деңгейлерін біліп келейін деп сөздік қарағанмын. Келерден бір апта бұрын ба Түркияға ұятты деп сөздікті ашып қарағанмын. Хотя бы 1-2 сөзін білейін деп. И сосын мен макас, сосын анахтар деген сөздерді жаттап алғам. Макас деген бұл қайшы, анахтар деген кілт. Сөйтсем де неге келгеннен кейін, общагаға келгеннен кейін сумкам упаковкада ораулы тұр, оралған. Енді мен оны ашуым керек. Ашу үшін маған қайшы керек. Сосын сұрауым керек, қайшы бар ма деп. Ағылшынша сұрайым, түсінбейді мүлде. Түріктер ағылшыншаға кішкене әлсіздеу кейбіреулері. Сосын түсінбейді. Енді не істеймін деймін? Қолыммен осылай нені көрсетемін, қайшыны көрсетемін қолымның әрекетімен. Бірақ мен аузыммен кілт деп айтамын ше. Сосын күледі ол маған, қайсысын сұрап тұрсың деп те. Сол сияқты жаңағы ситуацияға байланысты өзгереді. Және Қазақстан туралы нені сұрайтын менен, енді өзіңнің туған жерің, патриоттың шетелде, тем более еліңді әдемілеп танытуың керек, барынша түсіндіруге тырысып, бар түрікшемді қосып, солай Қазақстан туралы түсіндірген кезде мен көп есімде сөздер қалған. Академиялық ұтқырлықпен барғандардың жағдайлары қандай болады дейді? Ол смотря қандай программа, қандай университет, 2 универдің арасындағы контрактке байланысты. Турцияда оқу ақысы арзан дейді ғой, сол рас па дейді. Негізі университетке қарай өзгереді, және қалаға да қарай өзгереді. Мысалы, мен оқитын университетте, Анкара университеті бұл мемлекеттік, 100% мемлекеттік университет болып табылады. Ататүрік негізін қалаған 1946 қателеспесем. Сондықтан ол университетте қымбатырақ. Мен естідім, 8.000 лира жылына, бір семестрге 8.000 лира төледі. 8.000 лира дегеніміз бұл 53-ке көбейтіп аламыз ғой. Білмей тұрмын, теңгеге айналдырғанда қанша болатын. 460 мың теңге?
примерно. Солай, иә. Және не айтайын деп жаттым? Кейбір қалаларда, кейбір университеттер, мысалы, арзан университеттер бар. Бір семестрі 60 мың төлейтін университеттер бар. Солай оқып жүрген қазақтар да көп. Дегенмен оқу арзан болғанымен, бұл жақта тұру шамалы қиындау. Яғни, сіздің Қазақстаннан белгілі бір жұмысыңыз, қосымша табыс көзіңіз болмаса, қиынырақ. Ал егер де ондай болып жатса, өте жақсы оқуға. Қазақстанмен салыстырғанда арзан. Жекелеген университеттер. Қандай программамен грантқа түстіңіз дейді? Сен бірінші айтып өте ғой, Ника, қандай программа? Қосдиплом деген бағдарлама. Негізінен Кореяға әртүрлі гранттар бар. Түркия бурслары сияқты мемлекеттік программа бар. KGSP деп аталады. Қазір GKS деп те айтады. Ол айына стипендиясы где-то $900,000 дейін барады. Және тілді жақсы меңгеріп, жақсы оқысаң, плюс $100 қосылады. Және сенің перелет барлығын көтереді, жататын жеріңнен бөлек. Мендегі бағдарламаның аты Түркия бурслары, яғни қазақшалап айтқанда Түркия стипендиялары, Turkish scholarship деп айтамыз. Сол бағдарлама толығымен стипендиямен, жатақханамен және оқумен қамтамасыз етеді. Қай универде оқисыз дейді, Ника? Кангнам университеті. Эфир керемет болып жатыр, үлкен рахмет, жиі болып тұрса екен дейді. Рахмет. Және тіл үйренуге кеңес айтыңыздаршы дейді. Никадан кеңес. Тіл үйрену үшін адамда ең бірінші керек нәрсе ол желание болу керек. И сен де арнайы нақты мақсат болу керек саған. Ол тіл не үшін керек? Просто так керек па? Қыдырып бару үшін керек па бір жаққа? Или сенің болашағыңа нақты маңызы бар ма? Сосын арнайы сенде жоспар құруың керексің да, уже мен мынандай уақытта мынандай нәрсе үйренуім керек, мынандай курсқа қатысуым керек деген сияқты. Содан кейін ең маңыздысы ол тұрақты қайталап отыру керек, күнделікті сол тілді. Өйткені бір күн оқымай қалсаң, сен ұмытып қалуың мүмкін сөздерді. Сол үшін listening жағынан, reading жағынан әр мысалы бөліктерге бөліп, солай әр секцияға солай мысалы readingға мысалы белгілі бір текст оқуым керек, writing болса бір текстті көшіріп жазуым керек деген сияқты, сондай сенде нақты бір жоспар болу қажет деп ойлаймын. Мен жаңағыдай айтып өткенімдей түрік тілі өте ұқсас, сериал қарау керек, жалықтырып алмау керек қой, главное өзіңді. Жалықтырып алмайтындай дүниелермен не қызық, соған қарай, соған байланысты үйрену керек сияқты. Мысалы, сізге Турцияның мәдениеті қызық па, сол туралы видеолар қарайсыз түрік тілінде. Мысалы, түрік сериалдарын жақсы көресіз ба, соны түрікше қарайсыз деген сияқты. Мен білемін, мысалы, түрік сериалдарын қарау арқылы түрік тілін үйреніп алған кісілерді. Жаңа Ника да өзінің подругасын айтып өтті. Турцияда оқу қиын ба, өз ойыңыз дейді. Негізі көпшілігі қиын деп айтады. Өйткені өте честный, түріктер өте честный. Ешқандай саған күлімсеуің немесе шетелдік болғаның білмеймін, еш нәрсе қызықтырмайды. Қандай деңгейде айтасың, сондай деңгейде қойып береді бағаны. Бірақ мен бір нәрсе айтайын, бұл жақта біріншіден баға үшін оқыған жоқпын. Екіншіден маған өте қызық болды. Сол себептен мен күні бойы кітапханада отырған кездерім болды, бірақ мен мүлде қиналмадым. Маған ол қиындық туғызған жоқ. Неге? Өйткені өзім қызықтым, өзім үйренгім келді. Бірақ қиын деп айтады. Мысалы, бір қызық айтайын тағы да, мысалы, түрік тілін бір жыл оқып келгеннен кейін, ең бірінші магистратурадағы ең бірінші сабағыма кірген кезімде мен өте қатты таңғалдым. Мына кісі расымен түрікше сөйлеп жатыр ма деп. Өйткені академиялық түрікше мүлде бөлек. Көп сөздер, көп терминдер жалпылама қолданылады ғой. Мысалы, ағылшын тілінде де стереотип деген сөз мысалы үшін ағылшыншада сол шамалы өзгеруі мүмкін айтылуы. Негізі сол. Ал түріктер бүкіл терминдерді түрікшелеп алған. Сол себептен түсіну қиындау. Қазір бізде эфир уақыты бітуі мүмкін, эфирді сохранить етеміз ғой, сосын қайтадан көреміз, тағы да жарты сағатқа. Сосын бізде дәл қазір сағат 7. Жарық дегенде қатты жарық емес, мүмкін светтің жарығынан шығар деп ойлаймын. Сіздің бағдарламаңыз жатақхана төлей ма дейді, Ника? Иә, тегін болады жатақхана.
Как раз өткеннен бастап корей түрік тілін үйреніп бастап едім. Рахмет сіздерге дейді. Қуаныштымыз сіздерге пайдасы тигеніне, мотивация болып жатқанына қуаныштымыз. Ағылшын деңгейіңіз қандай? Никад ағылшын деңгейің қандай? Менде өткен семестрде мен алған ағылшын тілде upper intermediate болған. Бірақ шынымды айтайын, мен Кореяға келгеннен кейін менде speaking вообще мүлдем практика вообще болған жоқ менде. Менде сен сияқты ғой. Миымда кәрісше сөздерді, и қазақша айтқан кезде мен құрбыммен олай айта берем да, қасымдағы қызға мен 4 тілде микстеп сөйлей бере аламын. И басқа адамдармен видеолермен сөйлескен кезде олар түсінбейді, маған қиын жеткізу. Соларға мен сөйлесіп жатамын да, и өзіме как будто ол қазақша нормально сөз сияқты. Сосын маған айтады, не айттың дейді. А че мен қазақша айтпадым, Ганя деген сияқты. Сондай сұрақ болады да, жоқ қазақша емес, мен өзің байқамайсың. Ал менде ағылшын деңгейі Түркияға келмес бұрын интермедиат болған. Және мен қазір келгеніме уже 3-ші жыл мүлде ағылшынша қолданбаймын. Және бір тілді үйренген кезде екінші тіл орным бақып кетеді. Сол себептен әлсіреді менде кәдімгідей ағылшын тілі. Корея мен Түркияны қандай екеуінен де таңдай алмай жүрмін дейді. Менің ойымша бір мамандықты Кореяда, бір мамандықты Түркияда оқып көру керек сияқты екеуін де таңдаңыз. Нешінші курстар дейді. Мен магистратураның 3-ші жылындамын, яғни 2-ші курс Қазақстан бойынша айтатын болсақ, магистратураның 2-ші курсы. Менде 2-ші высші, яғни 2-ші бакалавр, қазір 3-ші курс, 2-ші семестр. Кореяға грантқа оқуға түсіп, одан кейін виза алу үшін қанша ақша кетеді дейді? Негізінен ол смотря қандай грант, қандай университет, мысалы, егер кездеспеймен түссеңіз, онда чисто визаға бөлек $60 посольствоның мүмкін сервис үшін $60 төлейсіз, я? Ал егер ол частный университет болса, мысалы, менікі частный университет, сол үшін сіз арнайы бір спискта университеттер болады. Егер сол спискта сіздің универіңіз болмаса, сіз бөлек шотыңыздағы ақшаны көрсетуіңіз керек. Мысалы, мен D4, яғни D4 деген виза бар, языковой курс оқитын. Сол визаға оқуға тапсырған кезде менің шотымда $9000 болу керек болған. Негізінен мен оқуға түскенге дейін ондай справка сұрамайтын. Одан кейін қазақстандық нелегал адамдар Кореяда көп болғаннан байланысты кішкене виза алуды қиындатып тастады. Сол үшін міндетті түрде шотыңда ақша болу керек, чтобы көрсету үшін. Мен жұмыс жасамаймын, Кореяға барған соң менің шотымда осындай ақша бар, мен шотымда қамтамасыз ете аламын деген сияқты. Одан кейін бір жылдан кейін мен D2 деген визаға ауыстырған кезде, D2, ол как уже тілдік курс емес, кәдімгі бакалавр, кәдімгі универдік студент деген сияқты. Ол кезде менің шотымда $20000 болу керек болды. Мен $20000 салдым. Бірақ бір лайфхак болғанда, бәрі істейді, оны 2 аптаға шотыңа саласың. Мысалы, мен Каспийдан долларовый депозиті ашып, соған ақшаны салдым да. 2 аптадан кейін виза алған соң, қайттан сол ақшаларды шешіп алдым. Солай уақытша алып, біреуден солай салып қойға болады. Сессия қалай өтеді Турцияда? Сессия бізде яғни жазбаша түрде алынады көбінесе. Жазған нәрсемізді, мысалы бізде Қазақстанда былай ғой, әрі жазып, әрі айтып береміз ғой. Немесе тест түрінде компьютердан деген сияқты. Бұл жақта менің тапсырған сессияларымда, мысалы көп жағдайда мұғалімдердің кейфіне göre, яғни настроениесіне қарай өздері қалай өткізгісі келеді, солай өткізеді. Мысалы бір мұғалім тек қана бір презентация қалауы мүмкін бір тақырыпта. Бір мұғалім отырып сенің алдыңнан жаңағы эссе алуы мүмкін. Бір мұғалім білмеймін, тек билет беру мүмкін деген сияқты әртүрлі болады. Бірақ көп таралған түрі сол билет береді, билет алады, соған жазып ответін бересің, солай бағалайды. Айтпаймыз яғни. Ауызша айтуға міндеттелмейді. Осы елде нақты тұру ойда бар ма? Оқуда айтпағанда дейді. Негізі менің мамандығым жалпы көбінесе Қазақстанда емес, Кореяда жұмыс жасап, соған негізінен арналған. Өйткені дәл мен қазір бітіріп Қазақстанға барғанымен дәл сол мамандықта жұмыс болмауы мүмкін. Плюс біздің Қазақстанда
обязательно бір 2-3 жыл сенде опыт болу керек деген сияқты сенен сұрайды ғой жұмысқа тапсыратын болса. Және кішкене разницалар болуы мүмкін. Сол үшін мен кішкене бір уақыт жұмыс жасап көргім келеді. Кішкене тәжірибе жинақтап, кейіннен Қазақстанға барып, өзімнің тәжірибемді сол Қазақстанның дамуына қосу үшін. Сондай ойым бар. Яғни әлде алдағы уақытта бір 3-4 жыл сонда боласың. 3-4 жыл емес, мүмкін 1 жыл. Мен де қалай, мен негізі мүмкіндік болса қалуға болады тәжірибе жинау үшін. Өйткені Қазақстанның журналистикасы басқа, Түркияның журналистикасы басқа деген сияқты. Сосын бірақ бұл жақта шетелдік болып жұмыс істеу кішкене қиындау. Ол үшін страховкаң болу керек, міндетті түрде заңды түрде жұмыс істеу үшін. Сол себептен ертеңгі күнді жоспарламай, тек бүгінгімен жүрмін қазірше. Яғни диссертацияны бітіруіме байланысты барлығы. Диссертацияны қанша уақытта бітіремін, соны қанша уақытта қорғаймын, соған байланысты. Турцияда бакалавр оқу бізде неше жыл, егер тілді біліп келетін адам болатын болса 4 жыл Қазақстандағы сияқты, ал тілді білмейтін болса 5 жыл. Және мүмкіндік болмай, яғни сабақтардан құлап қалып жатса, одан әрі создыруға, 1 жыл создыруға мүмкіндік бар. Кореяда өмір сүру қиын емес қой, дейді. Адамға да байланысты шығар. 18-ге толып бару керек пе дейді. Негізінен Кореяда өмір сүру адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, мен 1-ші курстан бастап Қазақстанда бөлек қалада тұрдым. Ата-анамнан, менің Қызылорда қаласында тұрған кезде менің туыстарым болды, бірақ мен өзім общагада тұрдым. И мен уже жалғыз өзім өмір сүріп үйренгеннен кейін маған адаптация тез болды и қиын болған жоқ. Басыңа түскен кезде адам өзі үшін үйреніп кетеді деп ойлаймын. Өзіңізге толып бару керек па дегенде, мысалы, сіз 17 жасыңызда мектеп бітіріп, содан кейін барып оқуға, грантқа түсуіңіз мүмкін ғой. Егер 18-ге толмасаңыз, онда қасыңызда андай сопровождающий бір адам болу керек. Доверенность жазылған бір адам болу керек. Диссертацияны ауызша қорғайсың, дейді. Ауызша қорғаймыз, бірақ қазір пандемияға байланысты ертеңгі күнді жоспарлау, ертеңгі күн туралы айту қиын болып тұр ғой. Мысалы, қазір қорғап жатқан кісілер Zoom арқылы қорғап жатыр, немесе арнайы университеттің сайты арқылы қорғап жатыр. Менің жағдайымда қалай болатыны әлі белгісіз. Негізі өзіме бетпе-бет барып, ауызша қорғаған ыңғайлырақ. 1 жыл создырғанда минус болмай ма? Бізде былай, 1 жыл создыратын болсақ, стипендияның 50%-ін кесіп тастайды, 50%-ін ғана береді. Сондай минусы бар. Кстати, Турцияда оқу жылы қай уақытта басталады, қай айда? Оқу қай айда басталады? Тоже жаңағыдай айтып өткендей, әр университеттің өзінің заңдары бар. Мысалы, пандемияға қатысты да, семестрға қатысты да, жаңағыда тез деген бұл арада диссертация жазуға қатысты да әртүрлі талаптары бар. Сол сияқты әр университет әр кезде бастайды, бірақ көпшілігі октябрь, қазан айында бастайды. Және январьда бастайды, 2-ші семестрден де бастап кететіндер бар. 2-ші семестрде грант ұтып алып. Кореяда да сондай. Сендерде қалай? Бірақ негізінен негізгі оқу жылы мартта басталады. Және 2-ші семестр сентябрьде. Сен смотря, мысалы, сен сентябрьден бастап оқысаң, сен үшін сентябрь 1-ші семестр болып есептеледі. Ал мартта бастасаң да болады. И бізде, мысалы, академический отпуск алатын болсаң, обязательно 1 жыл қалу керексің ғой Қазақстанда. Ал Кореяда 1 семестрге ғана алсаң болады. Одан кейін жалғастыра бересің. Түсінікті. Диссертация қиын дейді ғой, қорғау, сол рас па? Иә, рас. Мысалы, бір күн бір адамға болады. Мысалы, бізде 28 студент болса, бакалавр кезімізде 28-міз бір күнде қорғап кеткенбіз. Ең көп дегенде 2 күнге созылғанбыз 14-14-тен. Кешірім өтінемін, менің мамам звондап жатыр, қазір бір
минутта аяқтасақ па, 5 минутта, иә? Сол отклонить етіп жатыр едім. Айтып жіберейін жауабын. Жалпы ол бір адамға арнап, арнайы 1-2 ай бұрын арнайы жюри мүшелері таңдалады. 5-6 адамнан, біреу оның жазылу стиліне қараса, біреу ішіндегі қателікке, біреу әлеуметтік жағынан деген сияқты түрлі жағынан қарайтын 5 адам таңдалады. Сол кісілердің алдында қорғайсың, егер ұнамай жатса, ол саған тағы ізге қайтарып жүріп, тағы 6 ай уақыт береді толықтыруға, минустарын түзетуге деген сияқты. 6 айдан кейін қайта қорғауға мүмкіндік береді. Осындай нелері бар, өзгешеліктері бар және қиындықтары бар. Оқуған басында келгенде қандай әсер болды, қиын жақтары бар ма, Кореяға бару үшін қанша ақша кетті шамамен сізге дейді? Оқуға барған кезде басында енді языковой курс болса да, сен бірінші деңгей болсаң да, екінші деңгей болсаң да, сен мүлдем кәріс тілін білмесең де, бұл жақта языковой курс тек қана корей тілінде болады. Ешқандай орыс, қазақ, ағылшын тілдері деген болмайды, тек қана корей тілінде. Ол басында жестпен түсіндіру мүмкін, әйтеуір саған түсіндіреді, әйтеуір миыңа бір нәрсе жетеді. Солай үйренген негізі жақсы, өйткені сенде басқа мүмкіндік болмайды да, и сенің бүкіл концентрацияң сол тілде болады. Солай тез үйренесің. Және Кореяға бару үшін қанша ақша кетті дегенде, енді ол менікі стандарт емес, просто мен өзім жағдайымды айтып кетейін. Менде шамамен билетке біз ертерек алғандықтан, бару қайту билетімді сразу алған кезде, шамамен 250 мың теңге болды ол кезде. Енді қазір өте қымбат, пандемияға байланысты. Және қалған общага барлығы енді универдің атынан, бірақ страховкаға мен $120 төледім, плюс жаңа визаға кеткен ақшаны жаңа айтып өттім, $60 бөлек, и счетта $9000 болды ең басында. Және басында енді сен общагаға енді орналасқан кезде бүкіл затыңды жаңадан аласың. Еще плюс рентгенге түсу деген сияқты сондай жағдайлар болды. Еще біз общагаға 3 айда бір рет 10 мың теңге төлейтінбіз, чтобы әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырған кезде сол ақшадан алу үшін. Түсінікті. Кореяда бакалавр қанша жыл дейді? Осымен сосын бітірсек, иә, Ника? Бұдан кейін де эфирлер ұйымдастырамыз, ренжімеңіздер, мен үйге барып және анаммен сөйлесіп үлгеруім керек. Кореяда бакалавр негізінен 4 жыл, бірақ менікі екінші бакалавр болғаннан кейін мен 2 жыл ғана оқимын. Жаңағы Мадина айтып өткенде, егер тіл білмей келсеңіз 5 жыл болады, өйткені 1 жыл фаундейшн языковой курс. Баршаңызға рахмет, сұрақтарыңызға тағы болып жатса, тағы сіздердің ұсыныстарыңызбен ұйымдастырамыз. Бұйырса, иә, Ника? Иә, бұйырса. Бұдан кейін белгілі бір тақырыптармен, белгілі бір тақырып аясында сұрақтармен деген сияқты сіздерде ең көп дауыс берілген, мысалы үшін солай ұйымдастырсақ болады. Сәттілік тілеймін, Ника, саған үлкен рахмет, күшті болды. Осы бастамамыз жалғасын таба берсін, сабақтарында сәттілік. Рахмет, барлығына үлкен рахмет, бұйырса жақсы интервью болады. Пока. Сохранить етеміз, иә? Иә.